Қараңғы түнде аспанда ұшып жүрген нені білдіреді? Қараңғылықта ұшу бейғамдықты білдіреді. Яғни ойсыздықты білдіреді. Не істеп не қойып жүрген өзі білмегендігін, өмірдің мән мағынасын түсінбегендікті білдіреді. Қаза қылып қойған намазды қалай оқиды айтып жіберіңізші. Ең соңғы қаза деп оқисыз. Ассалаумағалейкум дейді. 2 айлық балам бесікке жатып бірден шоршып жылап қатты қорқады. Аузын және керегіп кетеді. Не қылсам болады? Дем салу керек. Таспиқты неге 11-ден 33-ті 11-ге бөліп қойған дейді. 11-ді 3 рет тартсаң 33 болады. Сол үшін. Бұлай айландырмайсыз, 11-ге дейінді 11-ден қайта айландырып 3 рет айлағанда 33 болады. Өлген адам тірі болып түсіңе кірсе нені білдіреді? Көңілдің тоқтығын білдіреді. Намазда бір сүрені қайталап оқуға болмайды деген, және кітапты ретімен оқу керек деген рас па? Кітаптағы реттігімен. Болмайды деген сөз, намаз қабыл болмайды деген сөз емес. Мысалы, сіз бір-ақ сүре жаттаған болсаң, или 2 сүре сізде шанс жоқ 4 сүре оқу. Сондықтан бір сүрені қайландырып оқи бересіз, пока жаттағанша бола береді. Адамның аузына бір сүре екінші рет түсіп кетсе, ой деп артқа кетпесін, оқып кете бересің, намаз қабыл болады. Бұл қасақана түрде, ерегіскен түрде специально оқуға болмайды. Болмайды деген сөз не? Намаз мәкрухпенен мүмкін арамдық дәрежеге дейін көтеріліп, мұны қабыл болады бәрі, инвалид намаз болады. Но намаз болады бәрібір. Жаңадан жаттаған адамдар пока жаттағанша сол бір сүрені айландырып оқи береді. Бір аят болса да. Жас босандым аға, баланы шомылдырып, майлап, сылағанда көп дұға айтамын. Нұрлан имам сияқты бол деймін. Жоқ. Нұрлан имам сияқты емес. Имам Бұхаридей болсын. Машхұр Жүсіптей бол деп айт. Неге Машхұр Жүсіпті айтпаймыз біз? Неге қазақтың Шоқай Датқан айтпаймыз? Неге Байдебек биді айтпайсыздар? Неге Бөлтірік Шешенді айтпаймыз біз? Бүгіндегі жақсы адам Алланың алдында жаман болып қалуы ықтимал. Неге имам Бұхаридей болмасын, имам болсын деп айтпайсыз? Неге имам Муслимде имам Ағзамдай болсын? Сөйтіп айтыңыздар. Жоғар жағын алыңыздар. Пайғамбардың сахабаларындай болсын, отанын сүйген азаматтай болсын. Сол жақсы. Бір адамды идеализировать етпеңіздер. Сол дұрыс болады. Алланы ұлықтаңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды және сол жолда болған ұлы бабаларымызды, тарихымызды ұлықтаңыздар. Сол жақсы болады. Сонда анау бүгіндегі батырлар емес, біздің даналарымыздың аттары аталмай жатыр. Солардың атын айтайық. Некедегі әйел ер азаматының көзіне шөп салса не болады? Күнәлі болады, арам болады. Неке бұзылмайды. Қайтыс болған анаммен түсімде сөйлесу нені білдіреді? Сағынышты білдіреді. Күні түні қасымда біреу бар сияқты, ол неден дейді. Бәріміздің қасымызда адам бар, жын бар, періште бар, қасымызда әртүрлі нәрсе бар. Сол үшін дұғаңызды оқып жүріңіз. Бауырым 9 жаста қатты қорқады, кіші дәретке жіберіп қоя береді. Дем салдырыңыз мешітке апарып ол балаға. Бір адам бар адамдарды көруден көзі қараған бері дүниеге жаман сөздерді айтып түсінбедім. Студент ұлым жаман жолға түсіп барады. Өтірік айтады, ойынға кіріп бара жатыр, сөйлестік, ұрыстық, түсіндірдік, шарасыз халде отырғандаймын дейді. Студентке дейін қайда болдың жаным деген сұрақты қойғың біледі. Бұл енді сізге мынау басқа балалар өсіріп отқандарға айтам. Міне, ең дана адам біреудің басындағы тағдырдан ойланады. Біреудің басында тағдырын. Пока сізде әлі бала жоқ, сол үшін бала тәрбиесі қашан басталады? Кімге үйленесің, кімге тұрмысқа шығасың, сол кезде басталады. Содан бастап тәрбиелеңіз өзіңізді. Содан кейін ұрпақ тәрбиесі. Сол үшін бұл дүниеде ең бақытты адам ұрпақ тәрбиесіне жетіскен адам. Бұл дүниедегі ең бақытсыз адам миллионер бол, миллиардер бол, дүниенің бәрі сен өсі, қымбат нәрсе өсі. Бірақ ұрпақ тәрбиесіне қалған болсаң, сорлының сорлысысың. Кім болсаң о бол. Сорлының сорлысысың. Ұрпақ тәрбиесін 15 бала туғызып, бір баласына тәрбие бере алмаған адам, бұл дүниеде бақытсыз сорлы адам. Сондықтан ұрпақты Құдай берді ма, сол ұрпақты тәрбиелеу бұл ең бақытты дүниенің біреуі. Дүниеде де бақытты боласыз, қияметте де бақытты боласыз. Ал енді сол балаға тек қана мейірімдік енді сіздің балаңызға. Ол 15-ке келгенде қолда ұстаған қобызың, ол 15-тен асқан соң тіл алмаса доңызың деген халқымыз. Сондықтан сол баланы енді дұрыс тәрбиелеп, имандылыққа жақындаса. Имандылыққа немен алып келесіз? Қорқытып, ұрып, ұрыстыңыз не? Қорққанда қорқынып қалды, ойбай дейме не? Сіздің көзіңізше қорқады, былай шығады істей береді соны. Сіздің көзіңізше өтірік айтады,
өмір сүре береді ары қарай. Жоқ. Сіз күшіңіз бар екен қорқытыпсыз. Қашанғы қорқытасыз? Кейбіреулер әйелді ұрып қорқытам дегенде қашанғы қорқытасың? Күшің кетеді бір күні. Астыңда қатыңды ұра берсең күшің кетеді. Балаңа айғайлап жеки берсең, ұра берсең қадірің кетеді деген. Қадірсіз болып қаласыз. Сондықтан баланы ұрып тәрбиелемейді ешқашан. Ал енді бүгінгі баланы тек қана мейіріммен тәрбиелейсіз. Ендігі сіз қазір. Сондықтан мейіріммен сол имандылық қалып келсеңіз, ар жағын Құдай түсіреді. Ұнатқан қызым жоқ деп тұр. Не істесем болады? Анасын сұрасам, екі қызым қышы деп тұр. Қыз 2006 дейді. Бұлай ғой, қыздың өзі саған сені ненавижу десе қалай тұрасың сен өмін? Мало ли чего мамасы айтады. Мамасының айтуымен жүретін қыздар жоқ қазір. Өзінің өмірі бар, оның түсінігі бар. Бар болса сондай семьялар бар шығар. Мен ана кімнің Тұрсынбек Қабатовтың берген сұхбатын көрген, мен қыздарыма күйеуді өзім тауып беремін деген. Сондай атана болсаң, тыңдайтын болды, құп болады әкеші. Онда сөз жоқ, кәп жоқ онда. Енді сол қызың сен мен тұрғың келмейді, сен маған ұнамайсың десе, жоқ, сен маған ұнайсың, сен маған, ну что сен ұнайсың сен? Саған бәрі ұнай береді. Саған Анджелина Джоли ұнауы мүмкін, Селена Гомес ұнауы мүмкін, кім ұнауы мүмкін Россиядағы? Ирина Аллегрова. Не болды? Ұнаған не пайда саған? Баян Есентаева ханым ұнайтын шығар. Ода тұра не бар? Оның күйеуі бар, Алагөзов бар. Сондықтан не керек бар саған? Дұрыс емес ол. Ол сенімен тұратын адам сені ұнату керек. Сонда екеуі жарты бір бүтін боласың. А то сен оны ойлайсың, ол былай қарап, сені қарап жатады, сен боқтап ішіне қарғап, өліп қағыр деп. Жақсы ма сол? Дұрыс емес ол. Ата-ана зорлап берсе, ол тыңдап барады, соны 2 күннен кейін жылайды, 3 күннен сені боқтайды. Ана орыстардың бір стерпится слибится деген қате ол. Шыдасаң үйренесің деген қате ол. Дұрыс емес ол. Сол үшін некеде қыздан сұралады. Ризасың ба дейді. Сен басқасын таба айналайын. Саған риза болмайтын, кішкене аяғы андай-мындай, мұрны кішкене менкіндей картошка, құлағы кішкене мындай нормальный қыз бола береді. Саған мынандай бала туып береді сол. Сен әдемі модель қыз іздеме. Модель қызды модель жігіт алсын. Оған бетіне крем жағады, ол өзін күтеді, ухаживать етеді, сен де өзін ухаживать етесің. Сен үйіңе жұмыс істей алмайды ол. Неге қысқа нұсқа жауап бермейсіз? Біздің де сұрағымыз алла жауап, кешірім сұраймын. Неге дем салмайсыз дейді. Өйткені сіздерді қоя салып, демеге жүгіріп кетсем не болады? Сіздердің мысалы бір адам дұрыс түсініп тұр, мен бір жерде 2000 адамға намаз оқу үшін көп оқу керек пе дейді. Жоқ. Болған жағдайларды айту өсек болып табыла ма дейді. Иә, егер анадан ренжісе. Мысалы, сен оны айтсаң, ол сондай өзі. Мысалы, даже былай деп айтайын. Біреу ашкарик, ашки тағат. Анау ашкарик десең, конечно, ол өсек болады. Ашки тағаттың өтірік емес қой, бәрібір айтама. Бір күні пайғамбарымыз әйелмен отырды. Сөйлесіп сөйткенде бір әйел кіріп келді. Сұрақ қойды. Сол кезде әйелдің бойы ұзын екен. Бойы ұзын такой. Статный деп қойды. Сонда екен, сол шығып кеткеннен кейін пайғамбар әйел айтты, ой, мына бойы ұзынай мына әйелдің депті. Сорайған деген дейміз ғой, енді бойы ұзынай депті. Сол пайғамбарымыз түкірші депті. Бүйт түкірсе аузынан қан түсіпті, көрдің ба депті. Ана әйелдің етін жедің сен деген екен. Яғни ол өтірік емес қой, бойы ұзын ғой. Сол бар нәрсесін айтқаның үшін өсек болды депті. Жоқ болса ше, онда ол жала болады жаным. Имам бір жұмыс айтып жатыр, қабыршы боласың ба деп қабырғасы ғой. Дұрыс, сауап нәрсе, айлығыңды төлесе бар жаным. Намазда қалай үй іші жан дүниемен оқысын, жан дүниемен дейді. Ішкі жан дүниемен оқысан болады. Оқи бересің, жан дүниені күтіп отырмайсың. Так, бүгін намаз оқыдым, жан дүнием что-то жоқ, оқиын десем, жан дүнием ертең келе ма, 2030-да келе ма деп отырма. Оқи бер, тұрды оқып кете бер жаным. Зина кешіріле ме ұстаз дейді. 2 шарты бар. Тәуба қылып сұрайсың, екінші қайтып істемейсің. Бір рет өтті, мысалы бір харам істедің, тәуба еттің, Алла мені кешір, бір ақымақтық жасадым деп тәуба қыласың. Ұмытпайсың сен кейін. Постоянно өзіңді іштей ұстап жүресің. Сонда күнәға қайта баруыңа себеп болады. Бір, екіншісі тәуба істедің, екінші қайтып істеме соны. Сонда кешіріледі.
Ақода шыққанда ит әкеп берсе қырғауыл арам бола ма дейді. Жоқ, арам болмайды. Итті салған кезде бисмилля деп саласың. Бірінші бисмилля деп атасың, сосын итті салып, ит алып келеді бисмилля деп. Алған кезде егер тірі болса бауыздайсың. Тірі болмаса, онда өлген болса, сен оғыңнан онда адал болады. Ол өлу керек өзі сен оғыңнан. Балаларыма барып жол астырсам бола ма дейді. Жолды сіз ашасыз. Жолыңызды сіз ашасыз. Және балалардың жолын сіз тосасыз. Сондықтан өзіңізге байланысты, өзіңізді түзетіңіз. Балаларыңызды бақытты болуын қалайсыздар ма? Бәріміз қалаймыз. Онда сіздер жақсы болыңыздар. Әйелі мен күйеу жақсы болса, бұлардың балалары бақытты болады. Балалар жақсы болса, ата-ана бақытты болады. Еркектің әйелі жақсы болса, еркек бақытты болады. Ал енді әйел жақсы болса, еркек бақытты болады, еркек жақсы болса, әйел бақытты болады. Бұлар семьясы жақсы болса, онда қоғам, көрші, ағайын ел жұрт, жалпы тіпті тірілер түрмек аруақтар бақытты болады, риза болады. Түсімде жердің беті өртеніп жатса не болады дейді. Жаңалық болады, бір өзгеріс болады. Сапар намаз туралы бір имам айтты. Сапарда жүріп уақыты болып бесін немесе ақшам шамды толық оқысаң тозақы боласың дейді. Ойбай, қатты айтты ғой. Ай, құдайым-ай. Бізде әйтеуір тозақтың хозяйыны енді. Мүмкін сіз дұрыс түсінбей қалған шығарсыз. Егер тікелей солай айтқан болса, тозақтың госақтысы қолында екен енді. Не айтамыз енді, кілтін алып алғандар бар шығар. Бірақ дұрыс емес. Адамды сапарда намазды толық оқып қойса да намаз қабыл болады. Намазды қайта оқылмайды. Мысалы, қысқартуыңыз керек еді. Ханафи мазхабында қысқарту керек. Бірақ қысқартпай оқып жібердіңіз, не болады? Намаз қабыл болады. Проблема жоқ. Бізден қорқытып, үркітіп, тозақ, ойбай, жанасың, өртенесің деген сөздер жақсы емес. Мейірімділікте қателескен дұрысырақ болады, үкімде қателескенше. Күйеуім тоқал алам дей береді, не істесем болады дейді. 85 келгенде өзім әперем деп айт. Құдай қаласа аласың, Құдай қуат берсін. 85 келгенде өзім әперем, Құдай қаласа өзім тойын жасап берем, айналайын деп, сосын 85-ке дейін өзін күтіп жүреді, өліп қалмайын деп. Сосын жақсы болады. Күнә қанша жастан жазылады дейді. Жасқа қарамайды. Балиғат кәмелетке жету дінде әр балаға әр түрлі жаста болады. Қыз балаға 9-дан басталып 15-ке дейін, ол балаға 12-ден басталып 15-ке дейін. Бірақ қазіргі балалардың, қыз балалардың кәмелетке жетуі бірінші етеккірінің келуі болып есептелінеді, ол баланың бірінші полюциясы есептелінеді. Бірақ қазіргі уақытта кейбір қыздардікі одан да ерте келіп жатыр. Экологияға байланысты, денсаулыққа байланысты, көріп жүрген, арасып жүрген үйдегі әңгімелерге байланысты кейбір қыздардікі ерте бой жетіп кетіп жатыр. Бұл жақсы емес. Бұл қуанатын дүние емес. Анағұрлым қыздың бой жетуі кешігіп келгені жақсы болады. Кешігіп келгені жақсы болады. Ол тез қызды бой жетіп жіберіп, денесінің бәрі әйелдердің денесі сияқты айланып кетуі бұл жақсы дүние емес. Қыз бала сияқты асықпай бой жеткен дұрыс болады. Ұлды да солай қайтадан сүндетке қинай берген дұрыс емес. Баланың өзі бір сүндет дейтін уақыты болады. 85-те дейді, шамасы болмай қалады. Зато өзін күтеді, витамин жеп, спортпен заниматься етеді. Ол да бір мотивация да. Бір қызық оқиға айтып берейін. Бір атамыз ауырып жатыр екен, мені шақырды, танитын кісі еді. Дем салу, жаңағы кішкене жеңілдетіп айтып берсеңіз, әкеміз нашар жатыр деп. Сосын барсам мен көзім бүйтіп әзер ашып, менімен бүйтіп амандасады байғыз. Сіңін, ой, аға қалайсыз, осыдан жазылсаңыз тоқалап беремін сізге десем, басын бүйтіп бұрып, кемпіріне қарайды. Сөйтсе кемпір, о қараңғы өле ме десем, тоқал деп еді, басын көтеріп жатыр ғой шал дейді. Содан кейін айтым, сіздер білмейсіздер қалай бұны жазатын деп. Сол сияқты сондай бір мотивация беріп қойыңыздар, мәз болып жүре береді. Өмірдің өзі сол ғой. Ұрсып, жағаласып, төбелесіп, ақ ит кіріп, көк ит кіріп бір-біріне сен жақсың, мен жаманмын деп таласатын дүние емес. Өмір өзі қысқа ғана бір өмір. Сондықтан сол қысқа өмірді жақсы өткізуге тырысу керек, Алла риза болатындай. Әйелі үшін дейді, анасына аузына келген айтып балағаттап
жаттаған жігітке не дейсіз дейді. Әлбетте дұрыс емес, дұрыс нәрсе емес, ол анық. Бірақ деген өшеде бір ләу, егер немесе жаңағы себебінде қарап көру керек. Біз пендеміз ғой, өйткені адамды сондай орысша айтқанда вынуждать етуге болады. Адамның сондай халге, әлбетте ол діндар адам болса, оған басқаша сөз айтамын. Бірақ әуем халыққа, простой адамға ондай сөз айтылмайды. Тозақысың, сен бүйтіп жібердің деп, ол оны қарап көру керек. Кезінде бір оқиға айтылады. Бір адам бір күнә істепті. Күнә істеп жазаға соттың алдына алып келген екен. Сонда соттың алдына келіп жазалауын күтіп отқанда адвокат шығып сөйледі дейді. Адвокат мақтапты жаңа сотты. Сосын соттың жынды түсінбей, мен не қатысым бар, мен неге мақтайсың деп айтады дейді. Жоқ, сіз жақсы адамсыз. Мына қылмыстың мәселесін айтпайсың ба десе, жоқ, сіз жақсы адамсыз депті. Сонда жаңа соттың ашуы келгенде айтты дейді ғой, көрдіңіз ба депті. Мен сізге жаман сөз айтқан жоқпын, жақсы сөз айтқаным ашуым келіп жатыр. Бұл көрген проблеманы сіз көргенде, онда басқаша болар еді өмір деген екен. Сол сияқты жаным, әртүрлі адам бар, әртүрлі тағдыр бар жаным. Сондықтан әлбетте дұрыс нәрсе емес, ол сөзсіз, бірақ соны кішкене қарап көру керек та ситуацияны. 2 қабатпын, күйеуім көп ренжітеді, стресс болам, ол түк ойламайды дейді. Бұлай ғой, әйел адам аяғы ауыр кезде, ол бір адам болмайды, 2 адам болады. 2 адам болады. То есть характер өзгереді, мінез өзгереді, ашуы келеді, жынданады, бір нәрсе жегісі келеді, то жылайды, то күледі. Әртүрлі жағдай көреді. Ютубты көреді де, босанғандағы қиын стресстерді көріп, одан қорқады. Содан кейін оған күйеуін айтайынса, күйеу одан арашыланады. Сондықтан бұл жерде түсіністікпен қарау керек. Менің жасым 14-те дейді. Ата-анам намазға рұқсат бермейді. Не істесем екен? Маған күнә ма дейді. Данабек, Алла разы болсын саған. Сен 14-те намаз оқимын десе, мен 14 жасымда имам болғам уже. Былай жаным, ата-анаңның ризалығын ал, ата-анаңның қасында сөйлес. Олармен мешітке барайықшы деп, папаңмен, мамамен бірге бар. Соңын имамдардың бос кезінде шақырып сөйлес. Мешітте асықпа. Біраз отыр, имаммен сөйлес. Қолыңыз қашан болады деп, бос болады деп, әкеңмен сөйлестір. Соңын дін туралы өзіңнің көзқарасыңды айт. Имамға сұрақтарды қой, жақсы-жақсы сұрақтарыңды. Содан кейін сұхбат болады, диалог. Диалогтың барысында бұл нәрсе шешіледі. Аға, өз-өзіңмен сөйлесем бұл жын ба дейді, жоқ. Өз-өзіңмен сөйлескенде проблема жоқ. Өз-өзіңе сұрақ қойып, өз-өзіңе жауап бергенде өтеді проблема болады. Өзіңе сұрақ қойып, өзіңе жауап берсең,